басыңнан шығарып тастайтын мына 4 мусор. Себебі осы мусорлар сенің өміріңнің сапасын төмендетеді, сені алға қарай жылжытпайды. Оның біріншісі не? Оның біріншісі өзіңді төмен санау, өзіңді басқалармен салыстыру. Оларда бәрі керемет күшті сияқты, өзің төмен сияқтысың, өзіңнен көп недостатықтарды көресің, өзіңді ешқашан төмен санама. Ең бірінші өзіңді жақсы көр, өзіңді бағала. Екіншісі ол қорқыныш. Ол бәрінде болады, менде ғана болмайды, менің қолымнан келмейді ау, мен бұны жасай алмаймын ау деген өзіңе деген бір сенімсіздік, өзіңе деген қорқыныш. Осы қорқыныштардың бәрінен өзіңіз арылыңыз. Адамның жасаған адамда жасайды. Ол адам жасап жатыр ма? Оны сіз де жасай аласыз деген сөз. Үшінші, осы кеш болып қалды ау, менің жасым келіп қалған сияқты, ана жастардың қолдарынан келеді ау, менің жасым келіп қалды, 40-тамын, 50-демін, 60-тамын деген сияқты, кеш деген сияқты. Еш нәрсе ешқашан кеш емес. Білім алу да кеш емес. Бір нәрсені бастау да кеш емес. Сондықтан қазақтың бір мақалы бар ғой, ештен кеш жақсы деген. Сол сияқты сіз ешқашан кеш емес. Сондықтан бір қадам алға қарай тәуекел жасап, алға қарай қадам басыңыз. Бәрі орнымен келе береді. Төртінші, ол өкпе, реніш. Егер сізде өткенге деген өкпеңіз болып, әлі де болса өкпе реніштен тазармаған болсаңыз, онда мен сізге айтар едім, өкпе реніштің бәрін артқа қалдырыңыз, өткен өмірге қалдырыңыз. Ол сізді алға қарай жылжытпайды. Ол алдыңызда бір кес-кестеп тұра беретін үлкен бөгет. Сондықтан кімге ренжідіңіз, бәрін Аллаға тапсырыңыз, бәрін тастаңыз, ол парақты жабыңыз. Өзіңіз жаңа өміріңіздің жаңа парағын ашыңыз. Осы бір 4 мусор басыңызда тұрған, осыны тазаласаңыз, өміріңіз сіздің жарқын болады, басыңыз шайдай ашылады. Әр қарай қадам-қадаммен өзіңіз арман мақсатыңызға жүре бересіз. Егер осындай жақсы бір кеңестер қажет болса, алға қарай қадамды басқыңыз келсе, онда мендегі болып жатқан тегін сабаққа қатысыңыз. Ол жерден сіз өзіңіз жүрегіңізге тыныштық, алдыңызға арман мақсатқа нақты басатын қадам-қадаммен ол жерде сіз үлкен мүмкіншілікке ие бола аласыз. Ол үшін менің шапка профилінде WhatsApp сілтемеге өтіңіз, немесе менің TikTok жекеме тегін сабақ деп жаза кетіңіз. Сіздерге мүмкіншілік ұсынып отырмын.